Мен негізі табыс таксовать етіп жүрген адам. Жаңа ана қарачы киіп алған жігітке отырды да, аға, мен 2-3 жерде өлең айтуым керек еді. Ақшаңызды ренжітпеймін деді. Қарасам, анау атақты әнші Қайсар Бектас деген. Машинасы бұзылып қапты. Ойбай болды деп бастым сонымен. Соны жаңа бір коттеджге келдік. Сөйтіп тұрам, аға, костюм ұстап жүресіз ба менің деді. Болды деп ішіне қарай кірдік. Кірсек іші ойбай көк түтін. Даже капучино, чино, мино, фино деп өлең ұрып тұр ішінде. Бәрі жаңа балмаскараттағыдай маска киіп алған көздеріне. Түрсі жоқ бір шалдары жүр. Япты кедік, мыналар қартайғанда қойын деген ба деп қоям, алжиын деген ба деп қоям. Сөйтіп тұрам, бір қатын келді. Здравствуйте, меня зовут Чинар или просто Чайка деді. Сонымен Қайсар екеуі сөзге келіп қалды. Мен мынадай жерде өлең айтпаймын, жайма сендердікі. Мен ана туралы өлең айтатын адам. Мыналарың не деп? Сөйтіп тұрып, бір қора маски шоу кіріп келді. Қайсардың охрана шығар деп тұрам. Жарқ еткізіп Қайсарды ұйықтатып тастады. О, таксист қалайсың деп жаңа танып жүр жаңалардың бәрі ішінде. Сонымен жаңа залдағы түрсі жоқ шалдар қашып жүгіріп жүр, корнишондары шошайып. Сонымен бәріміз жинап алды да список жасады ғой, короче. Сон Қайсар екеуміз әшейін кіріп кеттік, ана списоктың ішіне бар емес па? Жаңа енді көрсең ішінде списоктағы қыздар, жап-жас қазақтың қыздары, жүрегің ауырады бар емес па ше? Айналайындар, Қайсар екеуміздің тойларында қызметтеміз ғой. Ана списоктарына шығара салыңдар ше. Әшейін кіріп кеттік, екеуміз әшейін өлең айтуға келгенбіз мына жерге бар емес па?